Сәлем қыздар, мен сіздерге бүгін үй жағдайында өте дәмді әрі өте жұмсақ шығатын медовик тортын көрсетемін. Ол үшін ең алдымен жұмыртқа, бал және де май қосылған табамызды водяной баняға қоямыз. Яғни қайнатылған судың үстіне. Барлығын жақсылап араластырып, бір ас қасық сода немесе разрыхитель қосамыз. Қоспаңыз көтерілгенін байқайсыз. 5 минутқа қойып суытып аламыз. Суыған қоспаға 3 дана жұмыртқа қосамыз. Тағы да жақсылап барлығын араластырамыз. Ұн қосамыз. Қасықпен осылай қасықтың көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырып, кейін қолдың көмегімен біріктіреміз. Қамырыңыз жұқа болу керек. Ұнды көп қоспауға тырысамыз, себебі қамырыңыз кейін қатты болып қалады. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр дайындаймыз. Қызып тұрған пешімізде корждарымызды 5-7 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Корждарымыз суығанға дейін біз жағылатын кремімізді дайындап аламыз. Менің жағдайымда бұл үйде бар 20% сметана және де сахарная пудра. Өте дәмді болып шығады, қыздар, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Барлығын коржға жағып, минимум 5-6 сағатқа, мүмкіндік болса түнге қалдырып қойып қоямыз. Өте жұмсақ шығады, қыздар, өкінбейсіздер. Ас болсын.